отырғандардың барлығы босатылу керек негізі. Бұл Қазақстан халқының 99,9% тыныштықты қалайды біздің елімізде. Бізге тыныштық керек, қалған бәрі шешіледі. Мысалы, Маңғыстау облысында дәл осындай көшеге шыққан кезде бірде-бір адам жазаланып қамалған жоқ. О жерде де полиция бар, о жерде де прокурор бар. Не себептен барлық жерде, қалған жерлерде қатаңдық танытылды? Мен желтоқсандық ретінде айтайын дегенім, қазір осында Астана қаласында 21-не дейін шықпай, 21-не дейін қамалған прокурордың мәлімдемесіне дейін, шықпаңдар деген мәлімдемесіне дейін, Рахметов Құрманғазы деген жігіт 15 күнде қамалып, қазір түрмеде отыр. Дәл қазір ол түрмеде жатыр. Бұл жігіттің өзі 7 жылға сотталған кезінде, Совет одағы кезінде, желтоқсан көтерілісіне қатысып. Бұл кісіні, бұл жігіттің бір ыңғайсыздау жері қазіргі, түсініңіздер, мына Қазақстан мектептеріндегі Қазақстан тарихының оқулығына еніп суретімен кәдімгі қаһарман, ардагер ретінде сондай танылған жігіттің енді ыңғайсыздау, ұяттау енді отырған. Бұл жігітті мына Мұхтар Құл-Мағамбет ағамыз өте жақсы таниды, оны таныстырып жатудың қажеті жоқ. Сондықтан Мұха, сіз енді осыған тезірек мынаны ушықтырмай, бір не қылмай, осыны босатып жіберулеріңізді сұраймын. Өте ыңғайсыздау жағдай. Екінші, мына жер кодексіне келетін болсақ, мына жер сатуға қарап отырсамыз, барлығы да қарсы. Көпшілігі, билік болсын, қоғамдық бірлестік болсын. Сондықтан менің ойым, жер сату мәселесін жер кодексінен мүлде алып тастау керек. Жер сату дегенді тоқтату керек. Аренданы енді жалға беру жағын қарастыруға болады. Шетелге мына халық неден қауіптенеді? Шетелге жалға берілмесін дейді. Неден қауіптенеді? Біздің заңдардың бір-біріне қайшылығынан қауіптенеді. 25 жылға Қытайға, немесе оны жаңа ағаларымыз, кейбір ағаларымыз айтып кетті, 10 жылға шегерейік деп. Мақұл, шегерген күнде де 5 жыл жұмыс істеген, келген Қытай ана жерге жалға алып, 5 жыл жұмыс істеп, тәртіп бұзбай, жаңағы салығын төлеп тұратын болса, ол біздің заңда көрсетілген. Ол Қазақстан автоматты түрде Қазақстанның азаматтығын алады ол. Немесе келіп қазақ қызына, Құдай сақтасын, қазақтың азаматшасына үйленетін болса, Қазақстанның, ол 3 жылдан кейін автоматты түрде сол жердің өзі де Қазақстан азаматы болып шығады. Одан ұрпақ келсе, мүлде басқа, ол бала, келген бала, сол жерді иеленеді. Одан кейін жаңа сіздер заңда көрсетілген 10 жылда 50% мөлшермен оны сатып алады. Қазақстан азаматына да сатылмасын дейді. Қауіп бар. Неге дейді? Мына қазіргі жалға алып отырған Терещенко сияқты байлар, маған дейінде айтылып кетті ол, осылар жекешелендіріп алады деген қауіп. Сондықтан Қазақстан азаматтарының өзіне де жалға берген кезде де әртүрлі механизмдерді қарастыру керек. Содан кейін айтатын бір мәселе, осы уақытқа дейін бір жергілікті әкімнің жаңағы ручкасымен, автоқаламның ұшымен жер учаскелері сатылды. Бір ғана адамның, бұл дұрыс емес. Бірнеше халық өкілдерінен құралған жаңағы комиссия арқылы берілу керек жер. Егер ол бір әкім шеше беретін болса, ол әкімді қорқытып талады, ол әкімді сатып талады, ол әкім болмаса өзінің туған туысқандарына жібереді. Ол түсінікті жағдай. Осында қарастыру керек. Енді жер сату дегеннің өзі ыңғайсыз енді. Тағы да айтамын, алып тастау керек енді. Біз мұнай сатып байи алмадық, уран сатып байи алмадық, алтын саттық, көмір саттық, ананы саттық, мынаны саттық, 99 элементтің бәрін саттық. Енді жерді сатып, бір жерімізді жамаймыз деген енді ақылға келмейді енді. Содан кейін мынадай Ресейдің, бұл енді мен айтайын деп отқаным, мына ұялы телефонға түсіріп алып таратылған хабарлама емес. Ресейдің мынандай ірі телеканалдары көрсетіп жатыр қазір. Тәжікстанның Таулы Бадахшан ауданында Қытайлар қаптап кіріп атқан. Сол жерде хабарлама жүр, Ресей таратып жатыр. Ол қаншалықты шындық екенін мен білмеймін. Бірақ Тәжікстан Қытайға қарыз болып қалған екен. Қарызын қайтара алмай, сол Таулы Бадахшанда тәжікке ұқсас халық бар. Өздері тәжікпен екеулері де жақсы емес. Сондықтан Таулы Бадахшанды түп тамырымен Қытайларға беріпті, сол жерге әскер кіргізіп жатыр. Оны сіздер интернеттен көрген шығарсыздар енді. Сондықтан халық осыдан қауіптенеді. Ертең келіп алып
Сосын біз Қытайға онсыз да қарызбыз, қарызыңды қайтара алмайсың, осы жерде қалам деген осындай халықты қобалжытып отыр. Жалпы жер мәселесінде егер мына халықтың айтып жүргені Қытайға қарызбыз, сондықтан Қытай бізді қысып жатыр дейді. Жалпы біз Қытайға қанша қарызбыз? Ол шынымен бізді қысып жатыр ма осы? Жерді бересіңдер, болмаса қарызыңды қайтарыңдар деп. Егер осы мәселені ашық күн тәртібіне қоюға болады ғой. Оны жасырмай үкіметтен сұрайтын. Сондықтан жер сатылмасын, жер шетелдіктерге жалға да берілмесін. Біздің өзіміздің шаруаларға берген кезде оны қарау керек. Одан кейін мынадай жаңа ұсыныстар түсті. Шекаралас елдерге жерді мүлде жалға бермеу деген. Жақсы ұсыныс. Сонда шекаралас емес елдер келе алмайды деп ойлайсыздар ма? Бір ғана мысал келтірейін. Оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылқұм ауданы, Шәуілдір деген ауыл бар сол жерде. Қазақи жақсы ауыл. Мына Қуаныш Айтаханов ағамыз өте жақсы біледі сол жерді. Сол жерде ол мәселені де білетін шығарсыз. Сол жерде мыңдаған гектар жерді арабтар қоршап алған. Ол көп жыл болды оны қоршап алып, өздері не істеп жатқанын білмейміз. Мысалы, жаңағы шекаралас мәселесіне келгенде. Сол жерде не істеп отыр ол Қуаныш аға, сол арабтар? Сіз біліп бере аласыз ба? Құс аулайды дейді, жергілікті халықтармен кездестім мен. Қаршыға, жаңағы ителгі дейін ме, біздің жаңағы құстарымызды аулап елдеріне апарып сататын көрінеді. Сосын жергілікті халықтар оларға қазір шамданып жүрген байқалады. Сондықтан бұл жерде кешенді түрде бір жақты қарамай, барлығын жан жақты түрде сабырмен, ақылмен шешейік. Рахмет тыңдағандарыңызға.